Атамекен тарих және құқық пәндер бірлестігінің 2021-22 оқу жылының жылдық жоспары бекітіліп, жоспар бойынша жұмыстар атқарылды. Атамекен тарих және құқық пәндер бірлестігінің сапалық құрамы. Бірлестікте 5 мұғалім қызмет атқарады. Білімі жоғары. Санат бойынша 2 педагог сарапшы, 1 мұғалім бірінші санатта, 2 мұғалім жалпы санатта. Атамекен тарих пән бірлестігінің тарих ғасырлар куәсі тақырыбында 10 күндік жоспары бекітіліп, осы 10 күндік жоспар аясында тарихи кештер, дөңгелек үстелдер, жарыс сабақтары, сайыс сабақтары, үлгі сабақтары, ашық сабақтар, сонымен қатар сурет көрмесі, конференция болып өтіп, мұғалімдер өздерінің іс тәжірибесімен бөлісіп, 10 күндіктің хаттамасы толтырылған болатын. Атамекен тарих және құқық пәндер бірлестігінің негізгі мақсатына тоқталатын болсақ, оқушыларға сапалы білім беруде пән мұғалімдері оқыту әдістемесін қазіргі заман талабына сай жетілдіріп, оқушылардың бойына тарихи ойлау дағдылары мен шеберліктерін дамытып, қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеу болып табылады. Атамекен тарих және құқық пәндер бірлестігінің қорытындысы бойынша әр тоқсанда отырыстың жоспары жасалып, сол жоспар бойынша хаттама жазылды. Енді 1-3 тоқсан бойынша 5-11 сыныптардың тарих пәні бойынша пәндік білім сапа көрсеткішін айта кететін болсам, бізде 5 сыныптар бойынша 1-ші тоқсанда 68%, 2-ші тоқсанда 68%, 3-ші тоқсанда 67%-ды көрсетті. 6 сыныптар бойынша 1-ші тоқсан 68%, 2-ші тоқсан 71%, 3-ші тоқсан 72%-ды көрсетті. 7 сыныптар бойынша 1-ші тоқсан 69%, 2-ші тоқсан 71%, 3-ші тоқсан 71%-ды көрсетті. 8 сыныптар бойынша 1-ші тоқсанда 65%, 2-ші тоқсанда 71%, 3-ші тоқсанда 68%. 9 сыныптар бойынша 1-ші тоқсанда 68%, 2-ші тоқсанда 74%, 3-ші тоқсанда 71%-ды көрсетті. 10 сыныптар бойынша 1-ші тоқсанда 79%, 2-ші тоқсанда 81%, 3-ші тоқсанда 80%. 11 сыныптар бойынша 1-ші тоқсан 74%, 2-ші тоқсан 82%, 3-ші тоқсан 88%-ды көрсетті. Енді жалпы пән бойынша 1-ші тоқсан 70%, 2-ші тоқсан 74%, 3-ші тоқсан 74%-ды көрсетті. Атамекен пән бірлестігінің биылғы оқу жылындағы нәтижесіне тоқтала кетсек. Абдыманов Ұлпанов аудандық пән олимпиадасына қатысып, құқық пәнінен 1-ші орын иеленіп, облысқа жолдама алды. Облыстық пән олимпиадасында 2-ші жүлделі орын алды. Аудандық пән олимпиадасына 10-ші сынып оқушысы Құрмаш Арайлым құқық пәнінен қатысып, 2-ші орын алды. Айтқали Ернар құқық пәні бойынша 2-ші орын иеленді. Қазақстан тарих пәні бойынша Бағдат Саян 3-ші орын иеленді. Аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен жалпы орта мектептердің 9-10 сынып арасында жастаңгер байқауына Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектептің әділ командасы қатысып, жүлделі 2-ші орын иеленді. Қашықтық пән олимпиадасына да оқушыларымыз қатысып, төмендегідей нәтиже көрсетті. 9-ші сынып оқушысы Сағатбек Ернұр адал ұрпақ байқауына қатысып, 2-ші орын иеленді. Тарих ата байқауында Сағатбек Ернұр 3-ші орын иеленді. Ұстаздарымыздың биылғы оқу жылындағы жеткен жетістіктеріне тоқталатын болсақ, тарих пән мұғалімдердің арасында Кенесары хан ерлік дәуірінің тұлғасы тақырыбындағы аудандық үздік ықшам сабақтар байқауында 1-ші орын алған үшін Оңғарбаева Айзада Қайдауылқызы облысқа жолдама алған болатын. Баратов Саят Қанатұлы аудандық пікірсайыс жарыстарында үздік жетекші номинациясымен марапатталды. Жазғы мектептердің жұмыс барысында мұғалімдердің кәсіби дамуындағы озық тәжірибелерді таратуға қосқан үлесі үшін Есенова Айгүл Молдағұлқызы мен Оңғарбаева Айзада Қайдауылқызы алғыс хаттарымен марапатталған болатын.